Сәлеметсіздер. Ең алдымен қазанымызға осылай барлық құйрықты жіңішкелеп турап, әбден осылай қып-қызыл болғанша қуырып майын шығарып аламыз. Одан соң пиязымызды қазанға салып, ыстық құйрықпен майдың үстіне салып, полукольцевой ғып турап, барлығын пиязымызды қатты қызарғанша араластыра отыра, отты жартылай қатты қылып, барлығын қуырып аламыз. Одан соң пиязымыз қатты қызарып болды. Енді үстіне пиязды осылайнан бірнеше рет араластыра отыра, күйіп кетпеуін қадағалай отыра, ары қарай араластыруымызды жалғастырамыз. Осыдан кейін біздегі салынатын көкөніс сәбіз, үстіне сәбізді толықтай салып, майымыз барлық сәбізімізге жағылып болғанша тоқтамай араластыра отыра, күйіп кетпесін деп, толықтай майын жағылғанша сәбізді араластырып қуырамыз. Сәбізден кейінгі салынатын ингредиент көкөнісі бізде картоп болады. Яғни менің пловымның ерекшелігі көкөністен жасалған плов. Ары қарай осылайнан салқын суға жуылған картопты сәбіз секілді турап, бірнеше рет салқын суға жуып, осылай үстіне саламыз. Барлығы суы шығып, сәл де болсын бұқтырылып қуырылғанша осылайнан күтеміз, және үстіне шай қасықпен қатты толтырмай 2 қасық тұзын салып аламыз. Және тұзды салып болғаннан кейін жақсылап тұз көкөністерге сіңгенше араластырамыз. Осылайнан майымыз барлығына жағылып, суы шығып, сочный болады. Оның ары қарай міне бірнеше қайтара суық суда жуылған күрішімізді үстіне салып, барлығын төгіп салып, міне одан кейін қолымызбен біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Және отты минимальный огоньға қойып, 15-20 минуттай күрішті осылай крышкасын жауып қазанды бұқтырамыз. Қараңыздар, егер барлық еттеріңізді сылынып алынған үйлеріңізде жілік болса, мен пловқа әр қашан су емес, осындай бульон қосамын. 70% бульон, жартылай су болады. Осылайнан жілікті кішкене құйрық май салып жеріп, пиязбен сорпаны осылай қайнатып алам бөлек ыдысқа. Дайын болған барлық осындай сорпаны пловтың үстіне құйып, пловымды пісіре беремін. Енді қараңыздар, 15-20 минуттан кейін плов осылай, күріштер осылай аппақ болып жартылай ағарады. Сол кезде үстіне бағана сіздерге айтқан бульонымызды 70% құя отыра, газдың астын максималды қаттыға қоямыз. Осылай, себебі мен бульонды олай 70% қоятыным, мен әрқашан бульонды қайнатқанда тұз саламын. Күрішке де тұз салынды, сол үшін тұзды болып кетпес үшін үстіне осылайнан суын құямыз. Яғни 30% суды құйдық. Қараңыздар, плов сап-сары майымен шықты. Осылайнан куркума қоспай сап-сары плов дайындағыларыңыз келсе, үстінен қасықпен осылайнан араластырамыз, себебі бұқтырылған кезде күріш қатты престеліп қалады. Өстіп, сап-сары болып шыққанын қаласаңыздар, менің видеомда айтылғандай жасасаңыздар, пловтарыңыз өте шашырап, сап-сары және дәмді болып шығатынына кепілдік боламын. Қараңыздар, пловты осылай қатты огоньда бұрқылдатып, суы тартылғанша қайнатамыз. 10 минуттай уақыт өткенде плов осылайнан бұрқылдап, қатты қазанымыз қайнайды. Осылай болуы қажет, және қазанның бетін жаппаймыз. Осылайнан барлық суы сарқылғаннан кейін жан-жағын осылай түзетіп шығамыз. Не себепті? Себебі қалған жидкость астына қарай өту үшін. Барлығын осылай жасап, күрішті қатты жағын астына аудара отыра, барлығын біркелкі етіп аударып шығамыз, және тегістей отырамыз.
Бұл не үшін керек? Күрішіміз бір қалыпты жарты шикі жартылай піскен болмас үшін осылайнан сразу суы жартылай сарқылған кезде жасап қойсаңыздар, күріштеріңіз бір келкі жұмсақ шашыраңқы болып дайын күйде осылай болады. Крышканы жауып минимальный отқа күрішті 30 минутқа қоямыз. Мінекей қараңыздар, шашырап піскен, көкөніс қосылған және асылған етті осылай бетіне қойып, дәмді күріш пісіріп алсаңыздар болады. Және құйрық майды осылай кесіп, жан-жағына әдемілеп сәндік ретінде қойып, бір порцияны осылай алдыға тартсаңыздар, өте дәмді күріш шығады. Әр уақытта етті қатты қыздырмай осылай күріш пісіруге болады.